Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Кеше жазып қойып едім, көбісі сұрап жатыр, не болды, қандай жаңалық. Шыны керек, қазір клиникаға келдік. Арлан 7-ден 8-ге кетті. Осы уақытқа дейін бізге Арланды сүндетке отырғызуға рұқсат берген жоқ, бірақ та результаттары біраз жақсы болып, енді бүгін бұйырса сүндетке отырғызамыз. Қазір енді қуанайын десем, бір уайымдап жатырмын да, енді білмей тұрмын да, сондықтан Алла тағала бізге көмектесіп, сіздердің тілектеріңізбен бәрі жақсы болып, в общем, переживать етіп жатырмын. Қазір местный наркоз салды. Біраз 15 минуттай күту керек деді кабинетте. Вот, күтіп отырмыз. Кәдімгідей қатты уайымда, сөзбен жеткізе алмаймын. Аллаға шүкір, үйге аман есен келдік, бәрі жақсы өтті. Енді Алланың қалауымен, Алланың алдындағы парызын орындап, Арлан мінекей таза мұсылман болды. Енді апасының бұл стористі көруге уақыт болмайды, өйткені жазылуына Арланға біраз жазылып кеткенше қарау керек, көз жазбау керек. Сондықтан апасын бір қуантып, Арланды бір қуантып, өз ойым енді қазақтың ырымы ғой, бір көрімдік жинап, соны Арланға тапсырсақ.